Генетикалық медицинаның Қазақстанда дамуы туралы айтқанда әлі де болса, біз жетпей жатқан биіктер көп. Шын мәнінде генетикалық медицина адамның биологиялық мүмкіндіктерін негізге алатын, адам жаратылысының жетістіктері мен кемшіліктерін назарға алып ауруларды анықтау және емдеуге қаратылған ғылыми медицина. Дегенмен де қазақ халқы ежелден адамның генетикалық ерекшеліктеріне қарай ем жасауды, аурудың алдын алуды, сол арқылы ұрпақты болуды естен шығармаған екен. Ендеше, осы сауалдар төңірегінде Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлын тыңдап көрейік. Өтебайдақ Тілеуғабылұлы Әз Жәнібек ордасының шипагері болған. Сол кезде Әз Жәнібек ханға жеті атаның ішінде үйленбеу туралы жаңағындай ұсыныстарын ұсынған. Ол ұсыныс міне күні бүгінге дейін қазақ баласы жеті атаның ішінде үйленбеуді негізгі принцип ретінде ұстанады. Бір адаммен үйленетін кезде қай ел екен дейді, жеті атадан асама соны білгісі келеді. Оның ең тегі қандай екен дейді. Оның тегінде ауру сырқау жаңағындай бір генетикалық аурулар бар ма жоқ па соған назар аударған. Ал енді мұның бір негізгі мысал ретінде айтайын деп отырмын. Алтайдың Жеменей ауданында көне жаңағы зираттықтың орнына құрылыс түсетін болып, Қытай өкіметі сол зираттықты көшіру туралы жаңағындай хабарлама береді. Менің әкемнің ағалары сол жерде жерленген еді. Сол жерде Еркін деген мықты ағам бар. Жаңа шығыс медицинасының маманы. Өзіміздің тіке туған тумалардан сол қандарын пробиркаға, шприштарға сорғызып алып барады. Экскаватормен қазады. Ол жерде 3 ересек адам, 2 бала жазылған деп айтылған. Жерленген деп айтылған. Сонымен соны межелеп барады. Барлығы жерге айланып кеткен, бұрынғы белгілері жоқ. Сонда жаңағы алып шыққан сүйектерге апарған жаңағы қандарды шпришпенен 1-2 тамшыдан тамызған. Тамызу барысында бұл жерде егер сол бір атаның баласы болған жағдайда жаңағы қан сүйекке сіңіп кетеді екен. Ал енді басқа атаның баласы болғанда жаңағы мөлдіреп 1-2 тамшы тамызсаңыз қан сіңбейді. Сөйтіп өзіміздің бұрынғы есептегідей 3 ересек адам бір баланың сүйегін жаңағындай танып алып басқа жерге жерлеген. Міне осындай генетикалық нәрселерді біз атам заманынан бастап ұстанып келген текті халықпыз. Осыға байланысты мен айта кетейін деген өткендегі сұхбаттарымда да айтқам. Осыны тереңдей зерттеу мақсатында осыдан бір 5-6 ай бұрын үйленген 7-8 жыл болған бір отбасы келді. Екеуінде денсаулығын тексеру барысында барлығы жақсы, бірақ жүкті бола алмаған. Соны мен айттым, енді экоменен жүкті болуды ұсыныс еттік. Олар бізде тіркеуде еді, тегін экоменен жүкті болуға бардық. 2 ретінде де сәтсіз болды. Сосын мен айттым, былай істесеңіздер, екеулеріңіздің біреуінің аналық ұрығын, біреуінің аталық ұрығын экоцентрге айттық. Осыға лабораторияда дайын аналық ұрыққа аталық ұрықты, аталық ұрыққа аналық ұрықты қосып тәжірибеден өткізсек. Сіздердің негізі қандарыңыз генетикалық жақтан сәйкес келмейтін ұқсайды дедім. Экода бұны осы тәжірибені істеді. Небәрі жаңағы өзінің жоспарланған уақытында 2 эмбрион дайын болды. Сондықтан мен бұларға айттым, енді бірі екеулеріңіз ажырасып, басқалармен үйленуіңіз керек. Болмаса, міне екеулеріңіздің қандарыңыз сәйкес келмейді. Осы экодағы дайын болған эмбрионды жаңағы туыт анасына жаңағы жоспарланған маткасында жаңағы өсіру керек деген кеңесімді айттым. Сол себептен бұның өзі де ғылыми түрде дәлелденіп отырған шындық. Сол себептен құрметті көрермендер, сапалы ұрпақ дүниеге келтіру үшін жаңа генетикалық жақтағы тегін сұрауға, Дауна синдром, Дауна, онан басқа аутизм және басқа да жаңағындай науқастары бар ма, жаңағы үйленетін жаңағы құда түспей жатқан жағдайды міндетті түрде сұрастыру керек. Ұруын міндетті түрде сұрастыру керек. Басқа жақта аз-қазақпыз, ұрудың ешқандай қажеті жоқ. Ат төбеліндей. Тек үйлену кезінде сұрап, 7 атадан асқаннан кейін ғана үйленсе, сапалы ұрпақ дүниеге келер еді.
Сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы қаласындағы Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының генетикалық медицина туралы айтқан құнды деректері. Біздің каналға тіркелсеңіздер осындай мәнді де, мағыналы кеңестерді үзбей тыңдай аласыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аяулы ағайын.